Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін өте дәмді әрі тойымды тамақ жасайтын боламыз. Демалыс күндері отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Дәл қазір күн салқындағанда тәбетті ашатын сондай тойымды тамақтардың бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Алдын ала иленген ұнымызға жұмыртқамызды, аздап сұйық майымызды және тұзды суымызды құйып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты болуы керек емес, орташа қаттылықта илеп аласыздар. Қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанымызға салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсылап дем алуы керек. Енді салмасына тартылған етімізді, петрушка және пияз қосамыз. Пиязды көбіректеу қосыңыздар, сол кезде тамақтарыңыз өте дәмді болады. Дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді тамақтардың бірі, асқабақ қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, енді қамырымызды жайып аламыз. Демалған қамырымызды жұқартып, жақсылап өте қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дәл мантыға жайғандай қамырымызды жайып аламыз және төртбұрыштап кесіп аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын. Салмамызды да дайындап алдық. Енді қамырларымызды жайып аламыз. Салмасын бір шетіне ғана саламыз. Міне видеода көрсеткендей етіп, екі шетін қайтарып, конверт сияқты орап аламыз. Жасалу жолы өте оп-оңай. Салмамызды бір шетіне ғана саламыз, екі шетін қайтарып, жақсылап орап аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды манты қазанымызға саламыз. Алдын ала майлап аламыз қазанымызды және орталарын ашып, жайғастырып аламыз. Дайын болған қамырларымыздың үстіне тағы да аздап майымызды жағып аламыз. Қайнап тұрған суға 45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын. Қақпағын жауып 45 минут пісіріп аламыз. Енді подливасын дайындап аламыз. Менде қызанақ, пияз, тұз салып, азғандай су салып қайнатып алдым. Міне біздің тамағымыз дайын. 45 минут уақыт өтті. Енді табақтарымызға сүзіп аламыз. Бір шетінен осылай теріп шықсаңыздар болады. Міне қараңыздар, біздің тамағымыз қандай әдемі болып шықты. Үстін осындай подливамызбен әсемдеп, аскөктерімізді сеуіп, кез келген қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Сондай сүйсініп жейтін болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Әсіресе күн салқындағанда нағыз тәбетті ашатын тойымды тамақтардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліп, сол жердегі видеоларды қарауларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сау болыңыздар.